Bir adam қартайған кезінде бір апта ораза тұтамай өтіп кетті. Сол сен әкеңнің шешеңнің фидиясын бердің. Сол сияқты бір адам 10 күн намаз оқи алмай қалды. Кеше коронавирустерде оқи алмай қалды ғой жаңағы. Соның енді ғалымдар айтады, бір күніне бір күндік фидия дейді, 5 уақыт намазына бір күндік фидияны деп айтады. Біреулер жоқ дейді, әрбір намазға не? Бір фидияны бер дейді. Олай болады. Болады. Бұл шариатта жоқ нәрсе емес, ол бар нәрсе. Әзір кезде мынау жаңағы біреу кейде мен фидияны беремін деп, фидияны мынаған бер десең жаны шығып кетіп жатыр жаңағы. Өйткені 1,5-2 теңге кетеді ғой. Жоқ, фидияның орнына дейді біз пітір садақасымен жапсақ дейді жаңағы. Пітір садақасы 200 теңге мысалы, 250 теңге. Ананың әкесі не қылды? 50 жыл намаз оқымады. 50 жылда қанша күн бар? Қанша күн бар? 50-ді көбейт. 360 көбейтті 50-ді. 18 не болды? 18.250. Оны және неге көбейт? 5-ке көбейт оны. Әр күнде. Оны 5-ке көбейт. 91.250. 91.200 ба? Оны енді жаңағы 200 теңгеге көбейт. 18.250 мың. Сонда фидия берсін. Шыдарсың ба? Бір ұстазға ұят берсін. Мұна әкем 50 жыл намаз оқымаған еді. Мұны фидиясы, енді ол 100% Аллах Тағала не деп айта алмайды, бірақ